Ете ешкі жүні бітеді. Bir күні bir вақтан өтті. Сол вақтан мамаға айтады. Вақтан қасқыр келсе есік ашпаңдар. Мен қалаға кетіп, сендерге шөп сүт әкеп беремін деді. Сосын жабайы анашым дейді, аналары кетеді. Сосын оларға қасқыр келеді, айтады қасқыр. Вақтар, мен сендерді жеймін дейді. Сосын біз саған есік ашпаймыз дейді. Сосын ол мамасының киімін киіп, кебетте айтады. Даусын шыншыке. Вақтарым, мен сендерге сүт әкелдім. Сүт пен шөп әкелдім дейді. Сосын ол аш қалғанда бәрі дұрып қалады бәр жерге. Сосын киінім шешіп қалады. Сосын бәрін жеп қояды, тек кішкентай вағын жемейді. Сосын аналар келеді, айтады мамасына. Анашым, мен ағаларымды, бауырдарымды қасқыр жеп қойды дейді. Сосын қорықпа, оларды қазір алып келеміз дегенде ол кетеді. Сосын ол қасқырдың үйіне кетеді. Сосын қасқыр айтады. Сенден үйге маған келіңдер. Мен сендердің вақтарыңды емес, өзім тамақтар жеп алдым дейді. Сосын олар айтады мамасы. Ей қасқыр, сен мен вақтарымды жегеннен ішіп айтады. Сосын немене дегенде аңшылар келіп оның ішін атады, оның ішіндегі қойды атып шығады. Олар аман-сау болып сүт пен шөптен жеп алады. Ертегі бітті.